Сөз депутат Бейсенбаев Ержан Алмабекұлына берілді. Ақ жол фракциясының депутаттық сауалы денсаулық сақтау министрі Әлназароваға. 13 наурызда Ақ жол фракциясы атынан медициналық сақтандыру қорының қызметін жетілдіру жөнінде депутаттық сауал жолдаған болатынмын. Сол сауалда біз сақтандыру қорының тетіктерінің әділетсіз екендігіне алға тарта отырып, нақты ұсыныстар жасағанбыз. Атап айтқанда, жақында жарияланған төлемдерді 5 есе көтеруден бас тарту, сақтандыру жүйесін монополиясыздандырып, нарықтық және бәсекелестік жолға көшіру, шоттарды дербестендіру, әр азаматтың денсаулық жағдайы мен өмір салтына қарай сақтандыру сыйлықақыларын төлеу сомаларын айқындау әдістемесін әзірлеуді ұсындық. Ертеңінде, яғни 14 наурызда, денсаулық сақтау министрінің орынбасары Тимур Сұлтанғазиев бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің алдында біздің ұсыныстарға комментарий беріп, министрліктің ресми жауабы берілмей жатып, депутаттық сауалдың нақты мәнін бұрмалап, онымен келіспейтінін мәлімдеді. Осы бойынша біздің депутаттар төлемдерді көтеруді ұсынды деп түсінуге болады. Біздің ойымызша вице-министрдің бұндай шикі комментарий бергені ықпалды парламентпен есеп беретін үкімет принципіне қарама-қайшы келеді деп білеміз. Ал біз жоғарыда айтқандай, керісінше қорға төленетін төлемдерді көтеруге қарсымыз. Оның үстінде жекеленген есеп шоттарды енгізіп, өз денсаулығына қарайтын, дене шынықтырумен айналысып, жаман әдеттері жоқ адамдарға сол төлемдерді азайтуды ұсындық. Сонымен қатар, министр орынбасарының міндетті сақтандырудағы жеке шоттар тек Сингапур елінде ғана бар деген тұжырымы өтірік ақпарат. Және ол қоғам арасында жалған пікір туғызуды. Шын мәнінде нарықтық, яғни дербес медициналық сақтандыруды барша дамыған мемлекеттер пайдалануда. Біздің сауалдағы басты идеямыз міндетті түрде монополияландырылған модельден кетіп, шын нарықтық денсаулық сақтандыруға көшіру болатын. Бұндай тапсырма президент Тоқаевтың жолдауында да айтылған. Сондықтан вице-министрдің айтқаны шындыққа жатпайды, және де парламент пен үкімет арасындағы тәртіпке сай емес. Ал қазіргі кездегі қолданыстағы медициналық қорға міндетті түрде алынатын алым жүйесі шын мәнінде ешқандай сақтандыру емес, бұл деген салықтың бір түрі. Вице-министр мырза өз жауабында дәл осы қисық жүйені жалғастыруды қолдады. Оған қазіргі жағдай ұнайды екен. Ал халықтың жинаған жүздеген миллиардты қазіргідей пайдалануға азаматтарымыз да, медицина мекемелері де наразы. Ақ жол фракциясының пікірінше, бұндай алымдар сол қордың менеджерлерімен жасырын түрде қолданылмауы керек. Міндетті төлемдер, яғни салықтар, бюджетке түсіп, қоғам мен парламент бақылауында тұрып, ашық және әділетті қолдануға тиіс. Оның үстінде ресми жасалған депутаттық сауалға уәкілетті мемлекеттік органның ресми жауап берілмей тұрып, министр орынбасарының қарсы мәлімдемесі мемлекеттік қызметкерлер этикасына сай келмейтіндігін және ол қоғам арасында түсінбестік резонанс туғызғанын атап өту қажет. Осыған байланысты құрметті министр ханым, орынбасарыңыздың ресми жауап берілмей жатып, біздің сауалымызды бұрмалаған асығыс әрекеттеріне баға беруді және тәртіптік жауапкершілікке тарта отырып, біздің депутаттық сауалға ұсыныстарды толық зерделеуді және оны жүзеге асыру жолдарын қарастыруыңызды қайталап сұраймыз. Құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары Бейсенбаев, Перуашев, Иса, Барлыбаев, Садықов. Рахмет.